Армысыз, менің сүйікті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Көркемтайдың шын аты Көркемәлі. Кішкентай кезінде де балалармен ойнағанда тілі келмеген балалар Көркемтай деуші еді. Шешесі де еркелетіп сүйгенде Көкемайым, Көркемтайым деп әдеттеніп, содан Көркемтай атанып кеткен. Үлкен кіші бәрі де Көркемтай дейді. Кейбіреулер шын аты Көркемәлі екенін де білмейді. Бөтен жұрт түгіл, Көркемтайдың өзі де шын аты Көркемәлі екендігін бері келе білген. Оған дәлел, кішкене кезінде Көркемәлі деп атын атағанда жатсынып, Көркемтай десе жалт қарайтын. Көркемтайдың әкесі ерте өлген. Оны асырап тәрбиелеп отырған шешесі. Байы өлген соң, баласы үшін бір жақын әмеңгеріне тиіп, орынын күтіп отырып қалып еді. Тиген әмеңгері Ысқақ деген кісі. Мейірімсіз қатты адам болғандықтан, тек мен саған бай болдым деп, қоқақтағаннан басқа қылар жақсылығы болмады. Жалғыз баласы болған соң, Көркемтайды шешесі жақсы тәрбиелеп, қатарынан кем қылмай өсірді. Шешесінің арқасында Көркемтай жетімдіктің не екенін де білген жоқ. Бірақ бері келе, бұрынғы малы тапшылана бастады. Тиген байы Ысқақ, мен сені асырап күтіп отырмын деп, азғана малының пұшпағынан тартып, оған-бұған жұмсаумен құртуға айналды. Тіпті берірек келген соң, тайынан мініп, Көркемтайдың үйреткен көк бестісі мен бір-екі бұзаулы сиыры ғана қалды. Сөйтсе де шешесі Көркемтайды жетімсіретпеді. Ысқақпен ұрысса да таласа да, әйтеуір баласын жақтап қорғаумен болды. Өзін қазақша оқуға берді. Көркемтайдың өзіне де ақыл кіре бастап, жасы 11-12-ге жеткен кезде бір түрлі жақсы қалыппен өсті. Қасындағы ағайын көршілерінің балалары Көркемтайдың жақсы жүргендігін күндеп көре алмайтын. Көркемтай үйіне барса, Ысқақтың үйінің ішімен жабыла ұрсып, әлденемелер айтып баласының тауын шағып жіберетін. Сен жалмауыз, обыр, әкеңді жұтып, енді қарайғы малыңды жұттың. Бүкіл бір үйдің малы сенің киімің мен тамағыңнан артылмайды. Шешең мен екеуің әкеңнің дүниесін құрттыңдар, деп балағаттап Көркемтайды жылатып жіберетін. Оны шешесі есіткенде, Ысқақтың үйімен ұрсып, менің жалғызымда нелерің бар, деп баласы үшін әлденеше рет таяқ жеп, басы жарылған күндерде болған. Осы хақында тиген әмеңгері Ысқақтың үйімен тіпті араз болды. Бұрынғыдайдай емес, араларында қатынастары үзіліп, енді Ысқақтікімен араласуды да қойды. Өстеп жүргенде, бір күні Көркемтай Ысқақтың үйінен тағы да жылап келді. Бұрынғысындай да емес. Көрген жәбірлігін айтып жылағанда, шешесі орында отыра алмады. Баласымен қоса жылады. Баласын алдандырып отырып, шешесі неше түрлі ойға кетті. Қарағым, жалғызым, менің арқамда жетімдіктің не екенін білмеушең. Әкеңнің тастап кеткен тұяғы ғой деп, жанымнан артық көріп, ешкімнің баласынан кем қылғаным жоқ еді. Ағайының біздің өстіп отырғанымызды көре алмайды. Жетім бала, жесір қатын болып, ешкімге міндетімізді артқанымыз жоқ. Қайдан білейін, қарағым, малдың тұқымы бітіп барады. Тек сенің бақытыңа мен тірі болсам жарар еді. Қарағым, жаным, жалғызым, деп сөзінің аяғын бітіре алмай, өксіп жіберді. Бұрын қандай Ысқақтың үйіне ашуланса да, шешесінің мұндай ренішті сөздер айтып жылағанын Көркемтай көрген жоқ еді. Сол үшін де ол өзін бақытты санап, жетімдікті білмеуші еді. Нақ осы сағатта Көркемтайға туғалы білінбеген үлкен қайғының шеті көрініп қалғандай болды. Шешесінің айтқан сөздері оған сондай аянышты көрінді. Келешекте өзіне кездесетін үлкен ауыртпалықтарды көтере алмаймын-ау дегендей, шешесінің тізесіне басын салып, еңкілдеп құлай кетті. Күзді күнгі уақыт. Ел қыстаудың қасына көшіп келіп, азбарлар қораларын түзеп жатыр. Өткен қысы жұтқа ұрынып шыққандықтан, шаруаның малдары шағымданған. Биылғы жылыда жылдың ыңғайы тым тәуір емес. Астық тұқымы аз. Тек әр үйдің ауласында үйілген шөптің қарасыны болмаса, егін қарасыны көрінбейді. Бірен-саран шыққан астықтарын жұрт әлде қашан жинап алған. Маңайында қара құралар аз болған соң, ауыл бір түрлі көңілсіз, жым-жырт.
Ысқақтың үйі де бүгін ерте тұрып жұмысқа кіріскелі жатыр. Таңертең ертерек қамданыңдар. Жұмыс көп деп түнде Ысқақ үй ішінің адамдарына айтып қойған. Сол сөзбен бәрі де күндегіден ерте оянып қыбырласып жатты. Олардың бүгінгі істейтін жұмысы Көркемтайдың азбар қораларының ағашын бұзып үйіне тасып алу еді. Шайларын ішіп жайланбай-ақ Ысқақ асықтырып үйінің ішіндегі жұмысқа жарайтын адамдарын бірін қалдырмай жинап алып Көркемтайдың ауласына жүре берді. Ысқақтың үйінде биыл түскен келіні Нағима мен 4-5 балалары ғана қалды. Ысқақтың шешесі жататын керуеттің аяқ жағында ескі көрпеге оранған, басын бүркеген, домаланып қана біреу жатыр. Онымен ешкімнің жұмысы жоқ. Оны шайға да оятқан жоқ. Ысқақтың келіні Нағима қасына жақындап оятқысы келсе де, Ысқақтардан бата алмай қойып еді. Енді әлгілердің қарасы үзілді деген шамада Нағима: «Тысқа шығып кел, атамдар кетті», деп оята бастады. Бала басын көтеріп алды да әрі-бері қипақтап отырды. Басындағы жаман бешпетін алып, қалтасына қолын салып, қарауық мұң екен, жылап жіберді. Нағима аң-таң қалып: «Неге жылайсың, Шырағжан?» деп сұрап еді, айтпады. Жалынып сұраса да айтпады. Онан жаман өксіп-өксіп еңкілдеп жылай берді. Бұл біздің Көркемтай еді. Шешесі өлгелі жылға жақындаған. Сонан бері Ысқақтың қолына кірген соң, жетімдік көріп, балаларынан қаққы жеп, бұрынғы тәрбие, бұрынғы тұрмыстарын өгейсіп, шешесін уайымдап, жылай беретін еді. Өзін өзі кем тұтып, уайымдаумен өте жүдіп кетті. Күндіз-түні ойлайтыны шешесі. Бүкіл бір үйлі жанның ішінде Көркемтайдың бауыр басып жақын көретіні жалғыз-ақ Ысқақтың биыл түскен келіні Нағима болды. Тек онда да әлде қалай шешесін ойынан шығарып жібергенде, анда-санда ғана көңілін жұбатып, Нағиманың қасына еріп жүретін. Шешесі ойына түсіп, я бір нәрсеге ренжігенде, ешкімге де көңіл бөлмей, күн бойы жылаған күндері болатын. Көркемтайдың Нағимаға бауыр басушылығының себебі Нағиманың өзі бір түрлі жұмсақ жүректі, жылы жүзді, кісіге жақындығы бар әйел еді. Біреудің зорлауымен Ысқақтың баласына тиген. Келгеннен ақ Көркемтайды өзіне тартып, аяушылыққа қалып, еліктіріп алып еді. Оңашада бетінен сүйіп: «Жылама, әжеңді көп уайымдай берме, жүдеп кетесің», деп ақыл айтып қоятын. Бүгінде Көркемтайды оятып, жұбатып отырғаны сол еді. Бірақ Көркемтайдың қайғысы бүгін бұрынғысының үстіне жамылып, күштірек болған себепті ол жұбанбады. Оның қайғысының күшеюіне үлкен бір себеп бар еді. Шешесі тірі кезде тайынан мініп үйреткен көк бестісі әлі бар. Сол көк бестісін Ысқақтың үйі жұмысқа жегіп, балаларына мінгізіп, дамыл бермей жүдететін болған. Шешесінен қалған, көзіне ыстық көрінген аты болған соң, Көркемтай оны қорғаштап, шамасынан келгенше мінгізбеуге тырысып, соңғы кездерде аяғын кісендеп, кілтін өзі қалтасына салып алатын болған. Бүгін өзі ұйықтап жатқанда қалтасының кілтін ұрлап алыпты. Жетім бала кекшілдеп, өзі бұрын сіркесі су көтермейтін балаға мынау іс тағы да маңдайына соққан, таяқтай болып тиген соққы. Ықтиярсыз жыламас еркіне болмады. Манағы тұра салысымен қалтасына қолын салып, жылағаннан өзін өзі тоқтата алмай отырған себебі де осы еді. Нағима баланы қанша жұбатқысы келсе де, оның қатқан жүрегі жібімеді. Жылап-жылап, әбден қаны тасып долданған соң, шыдай алмай киініп далаға шықты. Нағима да артынан ере шығып, шынымен жалынып көзіне жас алып: «Шырағжан-ау, жыламаш», деп үйге қарай қолынан жетектеп еді. Бала көнбеді. Онан жаман өршелене берді. Бүкіл денесіндегі мүшелерінің бәрі де қалтырап, дірілдеп, ашуланғандай болып, баланың ықтиярын алып кетті. Өзін өзі нендей қалыпты екенін де білмеді. Нақ сол сағатта қораларының төбесін бұзып жатқан Ысқақ көзіне түсіп, бала не болған білмеді. Есалаң адамша отыра кетті. Нағима шыдай алмай, өте аяғандығынан баланың даусын естімейін деген кісіше кетіп қалды. Әрі-беріден соң бала түрегеліп жан-жағына қарады да, кешегі кісендегі көк бестісі орында тұрғандай көрініп, қырқаның астындағы шоқ шырпыға қарай жүре берді.
Манағы кілтін жоғалтқаны есіне шығып кетті. Барса кісендеген жерінде көк бесті жоқ. Ысқақтың әкеткенін білді. Шырпының арасындағы көдеге бауырын төсеп жата қалып, тағы жылады. Әбден шаршаған соң жылауды қойып түрегелді де, ауылдан шақырым жердегі шешесін көмген көк молаға қарай көзі басы көк пембек болып тәлтіректеп жүріп кетті. Бұдан бұрында Ысқақтың үйіне ашуланғанда жылап молаға қарай жүгіретін әдеті еді. Бала кезінде мола дегенді бір түрлі қорқынышты нәрсе көріп жүретін Көркемтай енді басына мынадай іс түскен соң қорықпақ түгіл, тіпті сескенбей молаға барса алдынан шешесі шыққандай көріп, ентелеп жетіп баратын болды. Бұрын еті үйреніп алған соң бұл жолы да тоқтамастан кіріп барып, халық зираттың ішіндегі шешесінің қабірін тауып алып, мен мынадай болып келдім, жетімдік көрдім, деп құшақтай жығылды. Көзінің жастары моншақтап домалана берді. Көркемтайдың мұндай бақытсыздыққа ұшырап келгендігін біліп, шешесі қарсы алғандай көрінді. Тірі кезіндегі «Қарағым, Көркемтай» деген аянышты дауыстары Көркемтайдың құлағына естілгендей болды. Көркемтай құлағын қабірге таянқырап, не айтар екен деп тыңдай берді. Көзінің алдында шешесінің келбеті елестеп тұрды. Нақ осы сағатта Көркемтай шешесінің бауырында жатқандай болып, манағы көріп келген қорлығын бәрінде есінен шығарып жіберді. Шешесі барындағы көрген қызықтары, ойнаған ойындары, шешесінің бауырына қысып-қысып сүйгендері Көркемтайдың көзінің алдынан бір-бірлеп өтіп жатты. Көркемтай шешесінің бауырында жатқандағыдай тәтті ұйқыға кетті. Біраз уақыттан соң, «Тұр, қарағым, ауылға қайта ғой, күн кеш боп кетер» дегендей шешесінің даусын есткен тәрізді болды. Жылы бауырынан суырып әкетіп бара жатқан шешесінің білегін ұстап алғысы келгендей қабірдің топырағын уыстап алды. Көзін ашса, қолында топырақ, өзі қабірдің сыртында. Тұра келгенде тесігі болса моланың ішіне кіріп кеткендей еді. Жүгіріп зиратты бір айналды. Ештеме жоқ, тып-тыныш. Тағы қара құн тағы туды. Баяғы бақытсыздық Көркемтайдың жан-жағын тағы қоршап алды. Бір нәрсесін алдырған кісіше аңқиып тұрды. Тұрды да қабірдің қасына тағы отыра кетті. Әрі-бері отырып тағы тұра келді. Бір күйді, бір жанды, ақырында болмас деген оймен сандалақтап зираттың сыртына қарай аяңдады. Тағы да баяғы көкбестісін кісендеген қырқаның астына қарай жүрді. Күн кешке жақын. Бір түнде белге қайтқан малды қарасымен сиырдың соқпағына түсіп келе жатты. Қарсы алдынан бір адамды қараң ете қалды. Малдың арасынан еңкейіп қараса, қолында тезек терген қабы бар бір әйел. Көркемтай тұра қалды. Бұл Нағима еді. Көркемтай кешігіп келмеген соң, айдалаға қонып қалып, жазым болар мекен деген оймен тезек терген болып, кеткен ізімен келе жатыр еді. Баланы көре сала танып қабын тастай жүгірді. Нағиманы таныған Көркемтай шыдай алмады. Манағы таңертеңгі тілін алмай ренжіп кеткенін есіне алып қарсы жүрді. Нағиманы көрісімен жылап жіберді. Ойына тағы әлденелер түсіп кетті. Нағиманың да көңілі бұзылып, «Жылама, қарағым, көзіңнің жасы ағайынына болсын. Айдалаға сені тентіретіп қойғандығы үшін жазасын тартар», деп баланы алдандырып, көңілін басып жұбатты. Күн орнына қонып, қара көлеңке түсе бергенде, Көркемтайды қолынан жетектеп, таса-таса жермен ауылға алып келді. Май жұлдызының бас кезі. Жердің беті кілемнің түрінде жап-жасыл. Таң атып, күн шашырап шығып келе жатыр. Таңертеңгі түскен шықтың тамшысымен қызарып шығып келе жатқан күннің сәулесіне шағылысып, өсімдіктердің басы күмістей жылт-жылт етеді. Қалың тоғайдың арасынан ирек-ирек болып аққан жіңішке өзеннің үстінен аппақ көтерілген тұмандар. Шықпен буланып, маңдайы терлеп, төмен қарап тұрған талдар. Талдың арасынан сылдырап аққан өзеннің суы. Анадайдан қарайып көрінген жар-жардың жағасында жағалай елдің қыстауы. Көктің жүзі көкпеңбек теңіз секілді. Шөптің басы қимылдарлық, жел жоқ, тып-тыныш. Табиғаттық барлық нәрсеге ықылас көзбен күліп қарап тұрған күн еді. Тоғайдың арасында созып-созып шақырған көкек құсының мұңды дауысы.
шырылдап ұшқан боз торғайлар. Көкте жүріп, анда-санда тұру деп айқайлаған ұзын сирақ тырналар. Басқа құстардың да сайрағандары. Тоғайдың іші ың-жың. Осының бәрі көлденең қараушыға үлкен ой түсіріп, жаратылыстың көркемдігі әр нәрсеге байлаулы екендігін көрсеткендей еді. Сәске түс болды. Жан-жануарлардың бәрі орнынан тұрып, күндегі қызметтеріне қарай бастады. Қыстан қалған халықтың азғана малы бет-бетімен бытырап, әр жерден бөлек-бөлек болып, қырға қарай аяқ басты. Жүдеп шыққан көтерем арық тұрақтарда шұбатылып, мал соңынан ере алмаған соң, қыстаудың арасынан ұзай алмай жүр. Аузына көк тиген соң, көтеріліп кетермін-ау деген ойлары бар. Жан-жануар, адамзат, бәрі де жаратылыстың жақсылығы назар. Жалғыз-ақ біреу бар. Ол жаратылысқа разы емес. Жаратылыс оған разы емес. Екеуі бір-біріне қырын қарайды. Бірін-бірі сүймейді. Жаратылыстың жоғарғы айтылған неше түрлі көркем суреттері бүгінгі таңның жан-жануарға беріп тұрған мейрамы бәрі оның аулақ. Ол мұның бәрінен хабарсыз саңырау. Қара жерді жасартып, қара тасты жібіткен жаратылыстың күші қандай болса да, оның берік қатқан кепкен жүрегін жібіте алмайды да, жасарта алмайды. Тек оның жаратылыстан алған еншісі көк моланың бір бұрышы. Оған таңның атқаны, күннің батқаны, бүгінгі таңның әсері оның ойына да кіріп шыққан жоқ. Оның ендігі күткені, келешекте бақытты кісі болам деп, өмірінің гүлін көксеу емес. Қандай бақытсыздық, қиыншылық болады? Қашан, қай жерде өліп сүйегі қалады? Сол ғана өлсе де, тірілсе де, көк моланы тастағысы келмейді. Бүгінде осы көк молаға қонып шыққан. Ол кім? Ол осы қыста жүдеп шыққан көтермені бірі көркемтай еді. Қыбырлаған жанның бәрі жаратылыс теңізіне жүзіп жүргенде, біздің көркемтай бүк түсіп, көк моланың бір бұрышында жата берді. Оның барып халін біліп, көңілін жұбататын адам жоқ. Ол жалғыз, ол бақытсыз, ол қорғансыз. Оған ешкімнің де жаны ашымайды. Аянышпен бе, әлде қуанышпен бе, білмеймін. Көркемтайдың қасында үймелеп жүрген жолдастары да бар еді. Олар мыналар. Жауыр аттың арқасын шұқып жарасын қанатып, дәндеген, қойдың жабағасын жұлып ұяға салған. Моланың ішіндегі қарғалар, құзғындар әбден ықтиярына көнген соң маңайынан кетпейді. Анадайдан өткір көзмен қарап, құйрығын қимылдатып, аштық жылы аштан өліп қалған адамдардың етін жеп, дәндеген байғұтандар отыр. Анда-санда тырқыратып, қарға құзғындар бір қуып тастайды. Бұл болып жатқан тойдан мүше дәмі еткенде, қан төбеде қалықтап қара құста жүр. Барлығы көркемтайдың тойына жиналғандай. Моланың бір бұрышы у-шу құзғын қарғылар. Көркемтайдың мұндай халдерге ұшырап жатқандығының ең зор себебі жетімдік. Шешесі өліп, ысқақтікіне кіргеннен бері жан адамға елікпей, көңіліне жақпас бір сөз естісе, молаға қарай жүгіретіндігі жоғарыда айтылып өтті. Шешесінің қайғысынан ба, әлде жеке үйренгендіктен бе, біреуін адам екен деп көзге алмады. Енді бері келсе, бала мұндай болған соң, ысқақтікі тіпті оған жақсылық қылуды қойды. Сынақтан сылтау таба алмай жүрген үйдің іші көркемтайдың ерлігін не қылсын? Қайта анаң жаман, не болса ол болсын деп еркіне қоя берді. Жалғыз-ақ көркемтайдың бауыр басқаны жоғарғы айтылған Нағима еді. Мұның сорына о да болса, ол үйде тұра алмады. Ысқақтың баласы жаман, оның үстіне ысқақтікі күн көрсетпейтін болған соң, көңілі сүйген біреумен кетіп қалды. Нағима кеткен соң, баланың халі тіпті жаманға айналды. Ашуланғанда көңілін басып, жұбатып алдандыратын еді. Енді ашуланбақ түгіл, отқа түсіп кетсе де, оның алдынан шығар жан жоқ. Бүгінгі аянышты халдерінің себебі осы, Нағиманың жоқтығы еді. Нағима кеткеннің артынан көркемтайдың қайғысы бұрынғысының үстіне екесе болып жамалды. Бұрынғыдан да жаман қияли болды. Күн түн демей, бет ауған жаққа кетіп қалған күндері болды. Қыстық қағап тұрған аязды кештерінде талай рет ауыл адамдары далада қаңғып жүргеннен алып келіп үйіне қондырып жіберіп жүрді. Кейде жұмсақ көңілді біреулері
Ысқақтың үйіне ұрсып тапсырып кетуші еді. Сондағы Көркемтайдың көз алдынан елестеп шықпайтын шешесі. Көк моланың іші осындай ауыртпалықтар басынан кешкен соң, осы қыстан Көркемтайдың құр сүлдесі ғана шықты. Әрбір жағынан қайғы үстіне қайғы жамалып, екінші жағынан талай суықтарға ұрынғаннан ауруға шалынып, ішінен жеген құрт аурудай құр сүйегі қалған. Сондықтан ол езінің жаратылыстың бір мүшесі екендігінде ұмытып, дүниеден қол көтерген. Бүгінгі атқан май айының ақ таңының оған әсер бермей, табиғаттың жылы суреттерінің онымен араз болып тұрғанды осы. Көк моланың бұрышына келіп жатқалы бір күнге жақындап келеді. Артынан іздеп келген жан жоқ. Іші бауыры қатып, әбден әлі бітіп, қалжыраған соң бүк түсіп қана жатыр еді. Бүгінгі атқан таң Көркемтайдың ақтық таңы екендігін, бүгінгі күн ақтық өмірінің тиянағы екендігін оның қасындағы өлімтігін аңдып отырған жолдастары дәлелдейді. Көркемтайдың өзі де жақындағы ақтық өмірінің белгісін көзімен көріп, ақырғы демалысын ғана күтіп жата берді. Көз алдында елестеген өлім, келе ғой, қарағым деп шақырған шешесінің даусы. Қош қарағым, Шырақжан деген Нағима даусы тағы ағылар. Осының бәрі Көркемтайдың көз алдында. Күн түстен ауып, кешке жақындады. Көркемтайдың халі тіптен төмен дәрежеге жетті. Ең ақырғы дем алысқа жақындаған кезде, шаршаған нұрсыз көздерінің шарасын ақырын ғана әлсіз түрмен ашып алды да жарыққа бір қарады. Үймелеп маңайында жүрген қарғалар, ана жерде шоқып отырған байғұтан қақ маңдайының алдында тұрғанай, қызарып батып бара жатқан күн. Осының бәрі Көркемтайға қаһарлы көзбен қарап тұрғандай болды. Жер дүниенің бәрі қап-қараңғы болып кетіп, оны жаратпағандай болды. Жаратылыстан көңілі қайтып, Көркемтай басын бұрып, көзін жұма берді. Ерінін қыбырлатып, сен мені жаратпасаң, мен сенен де бездім, дегендей болды. Ақтығында жас өмірінің қызығын көре алмай, жаратылыстың қаһарына көне алмай, жаңа тұрмыстың гүлін, жемісін оралмай, қорғансыз, бақытсыз, жоқтаусыз өскен Көркемтай айдаладағы көк моланың бір бұрышында қызарып батқан күнмен бірге ақтық демалысын бітіріп, қайтпас сапарға кетті. Талайлардың түбіне жетіп, көкейін кескен рахымсыз уын, жас ағаштай тамырланып келе жатқан есіл жасқа да жіберіп, жауыз өлім көңілін тындырды. Қош, арманда кеткен Көркемтай. Кеңес үкіметі тамыр жайып таралып келе жатқанда, енді мұнан бұлай сен секілді жетімдерге көзін салар. Оларды жоқтаусыз тастамас, жылатпас. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.